Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ тілінің шығу тарихы туралы сабақ өтетін боламыз. Бірінші, түрік тілдері тіл туыстығына қарай 6 топқа бөлінеді. Олар қыпшақ бұтағы, оғыз бұтағы, қарлық бұтағы, аралық бұтақ, шубаш, саха. Қыпшақ бұтағы тіл топтарына, туыстығына қазақ, құмық, қарақалпақ, қарашай, махар, қарайым, ұрым, қыршақ жатады. Оғыз бұтағына Әзербайжан, түркімен, гагауз, балқан түріктері, түрік. Қарлық бұтағы өзбек, ұйғыр. Аралық бұтақ қырғыз, алтайық, хахас, туба, салар, сарыйғыр, шор, тофа, шұлым жатады. Келесі бізде көне түрік тілдері мыналар: қазар, бұлғар, ғұн, көк түрік, сақ, авар. Түркі тілдері орналасу аймағына қарай тағы да 6 топқа бөлінеді. Оңтүстік топ, батыс топ, орталық топ, шығыс топ, солтүстік топ, шубаш тобы. Оңтүстік топқа түрік, гагауз, Әзербайжан, түркімен. Батыс топ қарайым, қарашай, құмық, татар, башқұрт. Орталық топ қазақ, қарақалпақ, ноғай, қырғыз. Шығыс тобы өзбек, ұйғыр, сары, салар. Солтүстік тобы алтай, шор, хақас, туба, тофа, саха. Түркітану ғылымында түрік тілдерінің дамуын Баскаков 6 кезеңге бөліп қарастырады. Түрік халықтарының жазба тілі 5-18 ғасырларда дүниеге келген. Тіл ғылымында бұл жазба ескерткіштері Орхон Енисей ескерткіштері деп аталады. Олар Күлтегін, Тоныкөк, Білге Қаған тағы басқа. Бұл жазуларды көпке дейін ғылыми түрде оқуға мүмкіндік болмағандықтан, оларды рун, құпия жазулар деп атаған. 10-15 ғасырларда түрік халықтарының жазба тілі ерекше дамыды. Осы кезеңде дүниеге келген шығармалар Махмұд Қашқари, Диуани лұғат ит-түрік 1073-1074 жылдары, Жүсіп Баласағұнидің Құдату білік шығармасы 1067-1070 жылдары, Ахмет Яссауи Диуани Хикмет 12 ғасыр, Кодекс Куманикус 1003 жыл тағы басқа. Қазақ жазуы төмендегідей жазу түрлерін қолданды. Олар өзіміз білетіндей араб жазуы, латын жазуы, кириллица, орыс жазуы. Араб жазуы 1929 жылға дейін, латын жазуы 1929-1940 жылдар аралығына дейін, кириллица, орыс жазуы 1940 жылдан бастап қолданылып келеді. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының тұрғылықты халқы, қазақ халқының және шетелдерде Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия, Ресей, Қытай, Моңғолия тағы басқа өмір сүріп жатқан қазақтардың ұлттық тілі. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі біздің бірінші қазақ тіл білімінің бірінші сабағы аяқталды. Қазақ тілінің шығуы туралы тақырыппен таныстық. Егер де сіздерге сабақ ұнаған болса, тіл білімі YouTube арнасына жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.